Кеше кешкі тамаққа нан салма жасаған едім. Оның кішкене ғана подливкасымен, яғни подливасымен қамыры қалып қойған ғой. Сөйтіп оны шығардым да түскі тамаққа қайтадан нан салма жасап жүрем ба дедім да. Бір ерекше тағам жасайын деп ойладым. Сөйтіп пиязымды молырақ қылып турап, жақсылап майға сартып қуырып алдым. Оған дейін қамырымды жайып алайын деп шештім. Қамырды бешбармақтың қамырындай жұқалау қылып жаясыздар. Өте үлкен зола қамыр жайып қойыппын. Сөйтіп жан-жағын осылай алып тастадым. Оны басқа тағамға қолданам дедім. Қуырып алған пиязымды салған кезде есіме түсті ғой, бірінші сұйық майды жағып алу керек еді деп ше. Сөйтіп осылай пиязым жақсылап жайып алғаннан кейін сұйық майды жан-жағына арасына жағып шықтым. Өйткені сұйық май жақпасаңыздар піскен кезде қамырларыңыз жабысып қалады. Сөйтіп оны орап алып осылай бөліктерге бөлеміз. Кесіп жатып та дұрыс кеспедім ғой деп, негізі осылай қиғашынан кесуіміз керек еді ғой. Соны да ұмытпаңыздар. Одан соң жаңа подливамызды отқа қойып, үстіне салып шығамыз қамырларды. Дәміне қарай кішкене ғана тұзымыз салып, қайнап тұрған суымызды құямыз. Суды көп және де аз құйып қоймаңыздар, осылай шамалы ғана батып тұрса жеткілікті. Қайнап шыққаннан соң асты баяу отта, баяу емес, шамалы орташа отта жарты сағаттай пісіріп аламыз. Жарты сағаттан соң біздің тағамымыз дайын болды. Неге осылай толықтай пісіп шығады? Өйткені арасында май жаққандықтан арасы шикі болып қалмайды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.